Орыс жігітіне алданып қалдым. 3 бөлім. Мен өзім ашық-жарқын ақкөңіл, ренішті тез ұмытатын жанмын. Тез тіл табысып, жақсы араласып кететінім де бар. Барлық адамды өзім сияқты көргеннен алданып қалатынымды кім білген. Солай боларын сезсем, бәрі басқаша болар ма еді деп те ойлаймын. Бірақ кей адамдар басына сынақ келмей, мына өмірді түсінбейді екен. Яғни бір күні тағы кештетіп жұмыстан шыққан кезім. Біраз уақыт бұрын танысқан орыс жігіт келіп тоқтады. Такси болған соң ауылыма жетіп алайын дедім. Ауылға жеткізіп тастайсыз ба дедім. Иә деді. Көліктің есігін аштым, ішінде ешкім жоқ екен. Артқы орындыққа отырып алдым. Дала қараңғы болғандықтан қорқып келемін. Әлгі жігіт музыка қойып қойыпты. Онысына мүлдем көңіл күйім түсті. Бір жамандық боларын ішім сезді ме, көңілім тыншымады. Кенеттен ауылға қарай емес, егістік алаңқай жаққа бұрды. Әрине, мұнда бәрі егістікпен айналысады. Бірақ бұл уақытта ешкім болмайды. Жанармай құяйын десем, ол да жоқ жер болатын. Қайда апара жатырсыз? Көлікті тоқтатыңыз, мен түсіп қалайын деп айқайға бастым. Әрине, еститін түрі жоқ. Жұлқылай бастадым. Не деген адамсыз? Міндетіңізді неге орындамайсыз? Мен сізге адаммын ғой, сөйлеп тұрмын. Түсіндіріңіз, не істегелі жатырсыз деп сұрап жатырмын.